Үйлерін жабыстырып, бұлай үтіктеп аламыз. Мінекей біз ременді бұлай 9 сантиметрден алдық. Осы 40 сантиметрлік бөлгенде қазір өшеді 80 сантиметр. Біз қиғашық кесіп алған себебіміз қазір бұны осылай тігеміз. Мінекей лапкының бойыман тігеміз. Бұлай қойып, лапкының бойыманын инені сұғып аламыз бірінші. Сөйтіп. Осылай тігіп шығамыз. Астын сәл тартыңқырап ұстап. Лапкының бойыман тігеміз. Тігіп алғаннан кейін бұны көрсетемін қалай тұратынын. Міне бұл бұлай тұрады. Сонда мен бұлай қиғаш қырыққан себебіміз, бұны бұлай тіккен кезде, міне шоғымыз бір жерде тұрып қалмайды. Осы үшін қазір біз мұнан арасын ашып түктеп аламыз. Міне бізде бұл жерде вытяжкалардың бәрі тігілді. Міне мынау вытяжкалары. И артында да теріс айландырып көрсетемін. Міне теріс айланып көрген кезде, мына вытяжкалар бір-біріне қарап жату керек. Біз бұлай тігіп бекітіп қойдық. Мына жағында бекітіп қойдық. Қазір арқасы да бір-біріне қарап жату керек. Үстіп бекітіледі. Мынаны жақсылап мына шейін сутюшка жасаймыз. Бәр жерге закрепка беруіміз керек. Енді бұл дайын тұр. Енді юбкамыздың ремені керек. Міне ремен мынандай болып тұр бұл. Мінекей біз бұны бұлай үтіктеп алдық. И бір шетін біз тігіп алдық. Бұл жерге кей кездерде біреулер касабека қояды, или аберлоктай салады. Біз аберлоктамай осылай тігіп алдық. Мінекей. Енді қазір мына юбкаға жалғап тігіп көрсетемін. Мінекей юбкаға жалғау үшін біз мына замогын сырт тастаймыз былай. Сөйтеміз да, осы жерден міне юбкаға мына ременді сәл жалғап, жабыңқырап тұру керек замокты. Міне осылай. Енді біз мына шетін қоямыз. Бұл жерде біз түйме қадалатын болғандықтан, біз 2 сантиметрде артық алып аламыз. 2 сантиметрде артық алдым. Енді осы жерге инені сұғамыз. Мінекей лапкының бойыман әзір біз тік шығамыз бұны. Юбкамыз астында тұрады. Ременді сәл ғана тартыңқырап тігіп отырамыз. Мінекей аяқтарды тығамыз. Бұлай тігіп шықтық. Осылай артық болды. Мұнағыда артықтау болды. Қазір примерка жасап көреміз. Міне біздікі мұна жер артық болды. Бізге соншалықты көп керек емес. 2-3 сантиметрде мұны қырқып тастадық. Енді осы жерді тігіп шығамыз. Бұл жерді тігу үшін бізге мұнаны бұлай қоямыз. Тегістеп қоямыз да, қазір біз мына бас жағын бірінші тігіп аламыз. Тігіп алды. Ендігісін мына замогын ішіне қарай бұлай қойып, тікелей осылай қоямыз да, көрініп тұр. Қазір біз бұлай тігіп шығамыз. Бұлай қоямыз не жерден. Міне бәрін тігіп шықты. Тігіп шыққан кезде бізде мынандай 3 бұрыш болады. Бұл жерді ап тастаймыз. Өйткені қазір бізде петля ашуға неге мешать ететін. Неғында солай алып тастаймыз. Бұлай жұқартып. Міне неғында жұқартып аламыз. Енді бұны бүйтіп аударып көреміз. Міне бұлай аударып көрген кезде, міне қараңыз қандай әдемі болып тұр. Мінекей.
Мынаяғы да өте әдемі болып тұр, бұяғы да өте әдемі болып тұр. Екінші жағында тура осылай тігеміз. Мінекей екінші беті де солай бүйтіп қойғанбыз. Мынаны былай қойып, міне тура сол жаңағы көрсеткендей міне жерде тігіп шығамыз. Қазір тігіп шығамын. Тігіп шықтым. Енді мына жағын тігіп шығамыз. Міне бұлай қоямыз, мынаны замокты ішінде тұрады. Бұлай қараған кезде біз мына шоқпан тізу тігіп шығуымыз керек біз. Мінекей бұлай қойып, закрепка беріп аламыз. Тігіп шығамыз. Бұны да солай, міне бұлай қырқып аламыз, жұқартып. Мына бұрышты әсіресе түзеп қырқамыз. Енді бұны аударып шығамыз. Қазір аударғанын көресіз. Арғы беті сияқты, бұл да әдемі шығады. Мына бұрыштарын кіргіздіресіздер бүйтіп. Міне қарап тұрсаңыз, бұяқта әдемі болды. Мына шетте осылай тұр. Мінекей қазір біз осы жерден біз көктеп шығамыз бұлай. Міне осының түбінен тақап, бұлай көктеп, аяғына шейін көктеп шығамыз. Мінекей көктеп алдық бұлай қарай. Енді қазір біз осы тігістің түбінен тігеміз. Көрінбейтін тігіс деп айтады, мына жауып қалады, көрінбейді ол. Мінекей бұлай қоямыз. Тура тігістің несінен тігеміз. Арасынан бұлай тартыңқырап мынаның үстіне, ременің үстіне шығып кетпейміз. Аккуратно осылай тігіп шығамыз.